Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Rasulil Kerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar. İslam şariatında en құнды нәрсе ол ақиқат, шындық, білім. Тағы ең ақиқатқа зиян беретін нәрсе ол надандық, жахил, сауатсыздық. Алла Субхану ва Тағала Құран аятта осы екеуінің тең еместігін Құран аятта дәлелдеп береді. Құл хәл ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Ешқашан білімді адам мен білімсіз адам, сауатсыз жахил адам тең емес дейді. Тағы басқа бір аятта адамдың, мұсылман адамдың дәрежесін көтеріп қоятын нәрсе ол оның білімі, оның ақиқатты түсінгені, оны ақиқатты қолдайтыны дейді. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат дейді. Аллах Тағала ақиқатқа жеткен адамдарды, көзі жеткен адамдарды, Алладан қорқатын адамдардың дәрежесін көтеріп қойды дейді. Енді сол ақиқатқа жететін ең үлкен жол ол ойлану, тафаккур. Яғни Алла Субхану ва Тағала Құранның бірнеше аятында адамды ақиқатқа жеткізетін нәрсе ол тафаккур дейді, ойлану дейді. Тіпті тұзаққа барған себептерді, тұзақи болған адамдардың үлкен себебі де ол ойланбау дейді. Біз ақиқатты тыңдағанда, тағы ойлағанда біз тұзаққа бармас едік дейді. Енді тұзаққа барғаннан кейін айтады дейді тұзақилар. Енді әрбір адам білімге жету, ақиқатқа жету үшін ең үлкен оған адамға не керек? Оған ойлану, тафаккур деген үлкен бір қару, қабілет керек. Енді сол ойлануға, ақиқатқа жетуге ең үлкен кедергі, ең үлкен тосқау ол жахил, надандық, сауатсыздық, білімсіздік. Қараңыз, енді білімсіздік, надандық деген не? Сондай адамзаттың жанына, иманына, рухына зиян беретін нәрсе, ол қандай нәрсе? Ақиқаты не оның? Жахил дегеніміз tasavvuf ғұламалары, тағы усул ғұламалары айтады. Әрбір нәрсе дейді. Адамды ойлаудан, тафаккурдан, ойланудан алып қалатын болса, қараңыз, ізденуден алып қалатын болса, ол жахил дейді. Мейлі дейді, кейде дейді, ол кітап оқу дейді, адамды дейді ойланудан алып қалуы мүмкін дейді. Кейде дейді, адамдың қараңыз, шындықты қабылдау, шындықты іздеуден адамдың қызғаныш сипаты, көреалмаушылық сипаты алып қалады. Адамдарда болуы мүмкін. Бір адамға қызғанасың, немесе кек сақтау. Бір адамнан кек сақтадың, ол сені ақиқаттан алып қалады. Енді оның айтқан сөздерін саған қызық болмай қалады. Немесе біреу оны жамандаса, сен оныңкі дұрыс емес болса да, жалған болса да, жала болса да, сен оны тыңдауға жаңағы құштарлығың оянады. Яғни мен оны тыңдағым келіп тұрады. Неге? Енді мен бұл қызғаныш немесе кек сақтау мені шындықтан алып қалып жатыр. Көрдіңіз ба? Әрбір нәрсе адамды шындыққа жетуден алып қалатын болса, ол қызғаныш бола ма, кек сақтау бола ма? Тіпті ең үлкен қазіргі нәрселер біздің имам деп, ұстаз деп жүргендеріміз бізді шындықтан алып қалып жатыр. Яғни ойлану сипаттан алып қалып жатыр. Қараң, жахил деген осы. Жахил кейде кітап оқумен жахил адамға надандық, сауатсыздық пайда болады. Яғни шындыққа жетуге кітап оқу пайда болады. Мен мына кітапты оқыдым, мынандай емес еді, болды, сонымен қарсы. Жоқ, қандай жолдар біздің ойлануға, тафаккур қылуға, шындықты іздеуге бізге жол көрсететін болса, ол ілім, білім. Қай жерде оған тосқау қоятын болса, оған кедергі болатын болса, ол мүмкін бір имамның сөзі болуы мүмкін. Сен ойланба, сен ізденбе, сен жаңағы қазір сондай бір заман болып кетті. Алла Тағала үлкен бізге берген нығмет, қару, ол тафаккур. Бізді тұзақтан алып қалатын, жаңа Құран аятта айтқанда. Біз оны не қылдық? Қазір өзімізге харам болып қойдық. Сен ойланба, сен бахабиз болып кетесің, сен пәлен болып кетесің, адасып кетесің. Субханалла, яғни сол ұлы нығметті өзімізге харам қылып жатырмыз. Ойланудан қорқамыз қазір. Тафаккур қылуынан, бір сәт ойланудан қорқамыз. Алла Субхану ва Тағала Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтатын хадисте, бір сәт ойлануды 70 мың
құлшылықтан абзал дейді. Неге? Ойлану мұсылманның қаруы, нығметі. Бізді жahildan алып қалады, бізді ақиқатқа, ілімге жеткізеді. Субханалла. Сондықтан кейбір ұстаздар ойланба, ізденбе дегендердің өзі сен жahilға шақырып жатыр. Надандыққа шақырып жатыр. Білімсіздікке. Онда жahil, надандық, әрбір нәрсе ақиқатқа тосқау болатын болса, кедергі болатын болса, ойлану сипатқа кедергі болатын болса, ол jahil. Мүмкін ол ұстаздар оны тарата ма, мүмкін оны жаңағы медреселер тарата ма, білім ордалары тарата ма, ол jahil. Мүмкін кітап пен дәлелмен айта ма саған, ойланма деп, оның барлығы jahil. Сені ақиқаттан, ойланудан тосқау қылатын болса, оның барлығы jahil болып, надандық болып есептеледі. Онда біз надандықтан айырылу үшін не істеуіміз керек? Көп ойланып, көп шындықты, ақиқатты ізденуіміз керек. İnşallah.